Hello my dear, сәлеметсіздер ме оқушылар. Бүгінгі толқап курсымыздың видео урогына қош келдіңіздер. Бүгін біз ағылшын тіліндегі маңызды шақтардың бірі present simple, яғни жай осы шақты өтетін боламыз. Бұл шақ күнделікті әрекеттерді, әдеттерді және де шындықты білдіру үшін қолданылады. Ағылшын тілін үйренуде present simple ең жиі қолданылатын шақтардың бірі. Сондықтан бұл ережені біз дұрыс түсінсек, ағылшын тілін үйренуіміз анағұрлым жеңіл және де сенімді болады. Ал енді present simple тұрақты әрекеттер мен фактілерді сипаттайды. Осы шақты түсіну үшін алдымен оның құрылымына келейік. Қарастырайық. Яғни бірінші оң сөйлемдер affirmative sentence'дардың құрылымына келетін болсақ, егер де subject if, you, we, they болса plus verb, яғни негізгі формасында болады. Ал егер де subject he, she, it болса plus verb, с немесе l жалғауымен келеді. Мысалы, I live in Алматы. Бұл жерде subject I болғандықтан етістігіміз негізгі формада тұр. They go to the gym every morning. Бұл жерде тоже солай. She works at a hospital. Бұл жерде біздің subject she болғандықтан етістігімізге l жалғауы қосылды. Ал келесі present simple'дан қолданылу орындарын қарастыратын болсақ, яғни бірінші ол тұрақты әдеттер мен күнделікті әрекеттерді сипаттау, яғни daily routines және де habits. Мысалы, I go to school every day. She drinks coffee in the morning. Ал екінші қолданылатын жағдай бұл фактілер мен жалпы шындықты сипаттау үшін, яғни facts and truth. Мысалы, the sun rises in the east. Water boils at 100 degrees Celsius. Және де үшінші қолданылатын жағдай бұл кесте немесе тұрақты жоспарларды сипаттау үшін, яғни schedule events. Мысалы, the bus leaves at 8 o'clock. Бұл түсіндік деп ойлаймын. Келесі бұл тесті сөйлемдер, яғни negative sentences. Present simple шақта тесті сөйлемдерге do not немесе қысқартылған түрі don't арқылы жасаймыз. Ал егер бастауыш he, she, it болса does not немесе қысқартылған түрі doesn't қолданылатын боламыз. Мысалы, I don't like tea. He doesn't play football. Бұл жерде subject he болғандықтан doesn't қолданылды. Ал бірінші сөйлемде subject I болғандықтан don't қолданылды. Егер де, мысалы, doesn't қолданылса, етістікке l жалғауын қоспаймыз. He doesn't like apples. Бірнеше мысалдарды қарастырайық. They don't go to the gym. He doesn't eat fast food. I don't watch TV in the evenings. Яғни бұл жерде бізде subjectқа байланысты don't немесе doesn't қолданылатын боламыз. Келесі бұл сұраулы сөйлемдер, яғни question sentences. Present simple уақытында сұраулы сөйлемдерде көмекші етістіктер do немесе does қолданылады. Do формуласын айтатын болсақ, do plus subject plus verb, яғни do біз I, you, we, they кезінде қолданыламыз. Does plus subject plus verb бұл, яғни he, she, it кезінде қолданыламыз. Мысалы, do you like music? Бұл жерде you subject болғандықтан do қолданыламыз. Does he play the guitar? Бұл жерде subject he болғандықтан біз does'ды қолдандық. Естеріңізде болсын, does қолданылғанда етістік өзгермейді және де s жалғауы жалғанбайды. Мысалы, does she like pizza? Бұл жерде, яғни дұрыс сөйлем. Егер де біз does she likes pizza деген болсақ, бұл яғни wrong sentence болады. Сұрақтар қойып үйренейік. Мысалы, do they speak English? Бұл жерде бізде subject
they болғандықтан біз do'ды қолдандық. Does he work in an office? Бұл жерде subject he болғандықтан біз does қолданылдық. Ал енді present simple уақытында қолданылатын жиілік үстеулер, яғни frequency adverbs. Осы үстеулерді қарастырайық. Бірінші always әрқашан, usually әдетте, sometimes кейде, often жиі және never ешқашан. Бұл үстеулер өте жиі қолданылады. Мысалы, she always drinks coffee in the morning. Бұл жерде, яғни frequency adverbs, бұл жерде always, they sometimes go to the cinema. Бұл жерде frequency adverbs, sometimes. Ал енді оқушылар теориялық білімімізді практикамен бекітейік. Practice task. Бұл жерде біз берілген сөйлемдерде present simple шақта дұрыс етіп аяқтаңыз және де сөйлемдерді дұрыс толтырыңыз. Ол үшін видеоны паузаға қойып, дәптерлеріңізге сөйлемдерді жазып алыңыз. Жазып болсаңыз, жауаптарын тексерейік. Жауаптары дұрыс болды деген ойдамын. Ал енді бүгінгі біздің видео урогының соңына келіп қалды. Бүгінгі біздің сабағымызда біз present simple шақты, оның құрылымы мен қолдану жолдарын, negative sentence және question sentence'тарды жасауды үйрендік. Есіңізде болсын, бұл шақты күнделікті әрекеттер мен әдеттерде немесе фактілерді айтқанда қолданыламыз. Үй тапсырмасы ретінде present simple шақта сөйлемдер құрастырып, оларды күнделікті өмірде қолданыңыз. Осымен бұл тезірек жатталынатын болады. Ал сіздермен көріскенше сіздерге сау бол айтамын. Сау болыңыздар.